Достар, бір тамшы қанды сезе қала өзінің 3000 өткір тістері бар мықты жақ сүйектерімен көз алдында кез келген затты жыртып, жұтып қоюға дайын акулалар судағы басты қанішерлер болып табылады. Акулалар шабуылына қарағанда найзағай соққаннан немесе ара шаққаннан өлетін адамдар саны көбірек болғанымен, қанның иісінен ессіздікке түсетін акулалар бір жылда ғана 100 адамды азық ретінде жеп қояды екен. Бүгін біз камераға түсіп қалған акулалардың сұмдық шабуылдарын көрсететін боламыз. Бразилия 2013 жыл. Толқын қайтқан соң бір адамның айналасында су қып-қызыл түске боялғанын байқасақ болады. Гидроциклдегі құтқарушы шабуыл болған жерге келіп жедел көмекке кіріседі, ал судағы қызыл қан үлкейе түседі. Құтқарушы туристермен бірге жас қызды судан шығарып үлгереді, ал ары қарай көрсетілетін кадрлар тым ауыр, оны кез келген адам көре алмайды. Акула қыздың аяғын сүйекке дейін жұлып алған. Ауруханада қыздың аяғын ампутациялауға шешім қабылдайды, бірақ бұл тым кеш қабылданған шешім болды. Инфекция мен қанның аздығынан қыз қайтыс болып кетті. Өте құрметті океанолог доктор Эрих Риттер Discovery Channel'ға Shark Week атты бағдарламаны түсіру барысында акуланың шабуылына ұшыраған. Ең қызығы, Эрих тікелей эфирде акулаларды көрген кезде алаңдап, шабуылға ұшырамас үшін не істеу керек екенін айтып жатты. Дәл сол сәтте бір акула доктордың аяғынан тістеп, біршама бұлшық етті жұлып алады. Қараңыз, бұл акуланың аса қатты емес шабуылы, ал егер қарны аш болса, Эрихтің тірі қалуы мүмкін болмас еді. Океанолог ауруханада бірнеше апта болғанымен, оның аяғы аман қалып, ол тез арада қайта жұмысқа оралды. 2015 жылы оңтүстік Африкада өтіп жатқан GBA Open турнирінде серфингтен әлемнің 3 дүркін чемпионы австралиялық Майкл Феннингке акула шабуыл жасаған. Феннингке акула арқа тұсынан өнер көрсетуге дайындалып жатқан кезде тап берген. Серфингші мүлде зардап шекпеген екен. Ол тіпті көмек жеткенге дейін акуланың шабуылдарына төтеп беріп отырған. Енді толқынмен бірге қозғалайын деп едім, біреудің мені жұлқылап алмақ болғанын сездім. Дереу ыршып түсіп едім, ол мені айналшақтай бастады. Мен бар күшімен әлгіні теуіп, бар даусымен көмек шақырып айқаладым. Құтқарушылардың келе жатқан көріп, акула қашан мені тістейді деп күтіп отырдым. Бірақ ол мені жұлқылап тістемеді, дейді Феннинг. 1994 жылдың 23 наурызында 6 айға созылған ғылыми экспедиция барысында 19 жасар Хизер Босвелл бір топ адамдармен суда шомылып алуды жөн көреді. Көзді ашып жұмған сәтте суда акуланың арқа қанаты көрініп, адамдар тез арада қайықтарға қарай жүзе қашады. Бірақ Хизер дер кезінде жүзіп кетуді үлгермей қалады. Акула дәл сол жағдайды өткізіп алмай, қызды жан-жаққа жұлқылап, сол жақ аяғын тізесіне жоғары жұлып алады. Аяғы жұлынып кеткен Хизер қапқаннан босап өмірін сақтап қалады. Бұл жағдай Пасха аралынан 480 шақырым жерде орын алғандықтан көмек тез келген жоқ. Бірақ Хизер мен Фил атты акуланың тағы бір құрбанына тік ұшақпен көмек келіп, оларға жедел ота жасалып, екеуі де тірі қалды. Ең экстремалды уақыт өткізудің бірі болып, суда тордың ішінде тұрып, акулаларды бақылап тамақтандыру саналады. Қауіпсіздік шараларды 100% білетін дайверлері темір тор акуланың жақ сүйектеріне қарсы тұра алатындай керемет қорғаныс деп ойлайтын сияқты. Дегенмен бұл видео ондай пікірдің қаншалықты қате екенін көрсетеді. Тұңғиық судың түбінен пайда болған жыртқыш алдымен қармақ жемді жұтып алып, кейін адамдарды дәл солай жеп қоймақшы болады. Акула өзінің мықты жағымен болаттан жасалған торды тістеп сындырып, ішіне еш қиындықсыз кіріп кетеді. Тағы да сондай жағдай. Акуламен уақытты қызық өткізіп бір ойнаймын деген бұл дайвер негізінде қармақта тұрған құрт сияқты. Акула болат торды оңайлықпен сындырып шығып, шабуылға кіріскен екен. Бірақ дер кезінде торды ашып үлгерген адамдар дайвердің өмірін сақтап қалды. Адреналинді аса қатты сүйер қауымға темір тордың қажеті жоқ сияқты. Медбике акулалары Кариб теңізінің туристерге арналған басты ерекшелігі. Туристер акулаларды көру үшін ақы төлейді екен. Туристік гидтердің айтуы бойынша ондағы акулалар ешкімге тиіспейтін өте мейірімді балықтар. Бірақ жыртқыштың аты жыртқыш. Солай Кариб теңізінің жағалауында бал айында жүрген жас жұбайлар акуланың шабуылына тап болды.
суда жүзіп жүрген Сара Иллингті алдынан шыққан акула еш ойланбастан тістеп алды. Әйеліне акула шабуыл жасап жатқан сәт күйеуінің камерасына түсіп қалған. Қыз акуланың шабуылынан кейін камераны ұстап тұрған жігітіне қарай тез жүзе бастаған. Дәл осы шабуылдан кейін жасалған фотосурет. Бұл фотода акуланы тістеген емес, жай ғана сүйіп алған деп айтсақ болады. Осыған ұқсас оқиға Австралияда орын алған. Жас жұп өз достарымен бақташы акуланы қолдан тамақтандырмақшы болды. Бірақ бұл қандай қате шешім екенін түсініп өзін күттіртпеді. Мелиса Браннинг есімді қыздың бұл іс әрекеті оны қолсыз қалдыра жаздады. Акула Мелисаның қолынан жемді алып, онымен қоса қыздың қолын тістеп, оны өзімен бірге судың түбіне алып кетпекші болды. Бірақ дер кезінде көмекке келген достарының арқасында қыз аса жарақат алмай аман есен судан шықты. Жақ сүйектер мен тістері ет тартқыштай болатын акула атты өлтіру машинасы басқа жыртқыштарда етсіз өмір сүре алмайды. Жыртқышты жыртқыш болған үшін жек көру немесе одан қорқу дұрыс емес. Егер сіз білмесеңіз, біз де теңіздегі акулалар сияқты ашпыз, бірақ бізге қан мен ет емес. Бізге сендердің арнамызға тіркелуіңіз өте қажет. Егер дәл қазір кімде-кім арнамызға тіркелмеген болса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз және пікірді қалдырып лайк басып, бізді барлық әлеуметтік желілерде қолдаңыз.